Ассалаумағалейкум, үкімет үйі және премьер-министр Сағынтаев мырза және елбасымыз Жаңаөзен қаласы тау жөндеу мекемесі промзона автотізбек территориясы. Дұрыстап қарап алыңдар. Мына автотізбектердің 12 сағаттың мәшіндері, дежурный мәшіндер, бірақ өте жарамсыз мәшіндер, бірақ жүріп жатыр. Бүгін 25-і 2-ші ай 2018 жыл. Жиырма 2-ші ай 2018 жыл. Мәшінің іштері міне мынау. Бірде-бір условия жоқ. Қаншама РД-Қазмұнайгазға жаздық, неше жыл бойы. Бірақ өте бірде нәтиже жоқ, алдап келе жатыр. Мынау біздің боксымыз, бірақ қазір ремонт жауып тұр, өте қауіпті. Мынау подъемник, далада 4 машинист далада осылай жөндейді. Мәшінің түрлері мынау. Өте жарамсыз бокстар. Бірақ адамдар жұмыс жасап жатыр. Тау жөндеу мекемесі. Қазір екі мекемені қосып ОМС болып, қазір РД-Қазмұнайгазы жиналыс жасап, екі мекемені бөліп берем деп қол жинап берді. Бірақ бірде-бір нәтиже болған жоқ. Енді 2018 жыл 25-і 02-ші ай. ОМС-тің контурлары, техбезопасности және тағы да главный механиктері келіп, ТБ-лары келіп, халықтан жұмыс түребет етеді. Бірақ өздерінің жасаған условиялары жоқ. Жұмысшыдан бірінші условияны жөндеп, содан кейін халықтан жұмысшыдан жұмыс сұрау керек. Бірақ өтіріктен күнде келіп тексеріп, дәм болсын халықты мазалап жүр. Құрметті Сағынтаев мырза, елбасымыз білдейміз, тым жақсы мекеме, тау жөндеу мекемесі, КРС. РД-Қазмұнайгазға жазып хаттарды шаршадық. Білмеймін, низатқа олар хатты оқымайды, низатқа алдап. Кәсіподақ атынан хатты және мына видео түсіріп отырық. Біздің водовозымыз қазір тұр. Сокращение болмайды деді, бірақ мына водовоздар су тасып, соляровоздардың бәрі линияға шығып атқан жоқ, басқа мекемеден шығып атыр. Халықтар пока жүр. Осы мекеме мәшіндеріміз тұр. Біздің бригадалардың мәшіндері осылай жөндейді. Далада боран ба, аяз ба қарамайды. Дымда условия жоқ. Қаншама жаздық, алдап келе жатыр. Бокс алып береміз, басқа жаққа көшіреміз деп. Бірақ біздің осы жерге істеп неше жыл бойы 76-шы жыл мекеме ашылған. Осы қарап отқан видеоларды үкімет үйі шешіп беруіңізді сұраймын. Мына боксымыз жаның ашиды. Сонда да жұмыс жүріп жатыр, бірақ техбезопасность өте нашар.